Сәлем, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Біз әжеміздің үйіндеміз, ата-апам әжеміздің. Ерденбек ойнап отыр. Кости. Қыздар мына жақта. Екеуі дәптерге сурет салып жатыр. Өлеңді. Қазір тоқтай тұр, айтылайын. Соткадан өлеңді тоқтатып, соны дәптеріңді жатады. Соны жазып, сөйтіп үйреніп жүр. Күшті елка салыпты. Мен кеше бір рет елка салып көрсеттім. Соны қайталап салып жүр, өлең жазып жүр. Фатиха, сенікі қайда? Мен жерге бір жазулар саламын. Жерге бір жазулар салам дейді, мына жағында. Біз сабаққа шыққанбыз. Ерте шығып кетіппіз тағы да. Ойнап жүр, папасымен ойнап жүр. Кішкене ойнай тұрсын, сосын сабаққа кіреміз қазір. Дала суық екен, көлеңке жақ. Салып-салқын, мына жақ күн түсіп тұр, жылы күшті. Мына жақ салқын, суық болып тұр. Қыздар, кеттік сабаққа. Бір рет түсіндірсін кеттік. Машинаға дейін қашындар. Жоқ, ана жер суық. Кеттік ал. Жаным қыздарым шығып. Қыздарым сабақтан шықты менің. Айта ғой. Қайда барасың? Құлайсың ғой? Солай істеген кеп тұрма. Тадам десеш. Ох, дей, құлаққа мақын. Тадам. Мен бүгін өзім жалғыз алып кетуге келдім. Екі қызды бөпе үйде папасымен қалды. Bir göstereyim mi? Иә. Мәсің, ол не? Ал, екеуін бірге біле, ал. Так, сосын музыкасы қандай екен оның? Bilmiyorum. Музыкасы жоқ па? Ой, мынау не, жылан болды ғой. Бөпе үйде қалды папасымен. Үйге келіп бала-шағаға ужин дайындап, жаркой жасап жатырмын. Так, табамды қыздырып қойдым. Блиныйдың тестасын араластырып қойдым. Бүгін блины пісіргенге отыр бала-шағаға. Біраз болыпты, біраз дегенде өте көп біраз болыпты, мен блины пісірмей келе. Соны араластырып қойдым, дайындап қойдым тестасын қазір. Табам қызсын. Мен анау блиныйға арналған табамды алдында күйдіріп алып, сөйтіп лақтырып жүрген едім. Бүгін табаға пісіріп көремін енді. Қалай шығар екен. Мынада антипригарный күшті таба ғой, жабыса қоймайды. Бір бастаса тоқтай алмай қалатын адамның бірі мен болам. Блиныйым пісіп, жартысын жеп, варенье мен тауысып, в общем, келесі менде самса пісірейін деп жатырмын. Сөйтіп тесто шығарып қойдым ғой бағана, блины пісірейін деп ойлаған жоқпын, тесто шығарып, соны пісіріп тастап жатырмын. Қалған морозилкаға салып қойдым. Қалған кейін пісірем. Менде кухняның уборкасы. Енді кухняны күнде жинайсың, но бүгін прям азелитпен бүкіл жерді. Еще мен өзіме бір жоспар құрып алғам ғой. Күнде шкафтың бір полкасын бір жерін жинап отырамын деп. Мен мына жердің бәрін қыздар сабаққа кеткенге дейін қопарып тастадым. Қазір қыздар сабаққа дайындалып жатыр. Хоть плитаны, хоть күнде жу, каждый тамақ істеген сайын жу, кір болып кете береді. Соны күнде білет, обязательно азелитпен жуам. Осы азелитті күшті, осы түр күшті. Бүкілін полностью бүгін жуып жатырмын, бүкіл кухняны. План бойынша осы жер. Келесі күн тағы да басқа жер болады. Кухнямды жинап бастаған ем. Кішкентай ысындап, жылып, соны ұйықтатып тастадым. Қазір сәл тербетіп, содан кейін кухняны дальше жинауға кірісу керек.
кухнямды күшті қылдырып жинап жуып алдым. Барлық майынан, барлығынан тазарды, әдемілеп. И спокойно күштілеп тамақ істей беруге болады енді. Кухням жинап тұрған уақытта тамақ істеген жаным жақсы көреді. Әдемі болып ұстайын. Кухням жинап болам дегенше екі қыз сабағын дайындап, и өздері сурет салып отыр екен мына жақта. Кітап жасап отыр Кәусар. Батиқа блинпәк жасаймын дейді. Біз кеше кілемді әйтеуір дегенде ауыстырдық, күштілеп салып қойдым. Как всегда ойыншық шашылып жатыр, ертуғанның ойыншықтары өзі ұйықта қалды жаңағы. И менде қазір план бойынша анау тұрған киімдерді жинап, соларды бүктеуім керек. Бағана жуылып, кеуіп, кіргізіп қойған едім. Соны қазір жинап тастайын. Анан жинайым, манан жинайым деп жүріп, айналар есіме түсті. Шаң болып жатыр екен. Содан айналарды сүртіп жатырмын. Мен айна сүртем, кейін жинайым дегенше қыздар киініп алыпты уже. Сабаққа дайын екен. Айнамды жылтыратып сүртіп алдым. Так, ваннаның айнасын сүрту керек. Привет, привет, қыздарики. Резинка тарақтарын дайындей бер, шашынеміз. Последний айна. Сәлем құлатып алар жаздым, саған қазір. Так, және соңғы айна. Так, мына қыздардың жерін ұстап тастай берейік кнопкасын. Сыны күштілеп сүртіп бүгін. Кеше ғана сүрткен айналар. Так, әдемі күшті айна шықты. Таза айнам шықты осылайна. Әдемі болған. Мен деген... Аха. Әкел, бері қаралып кел. Мен деген қыздарды... Кел ау. Мен деген үй жинап, өттер келгенше қыздар киініп дайын отыр. И шаштарын жинап тастайын. Екі жинайын ба? Екі жаққа өрейін ба? Иә. Екі жаққа өрейін, е? Пожалуйста.
Суын толтырып құйып берейін. Сабаққа алып кететін суын. Алдындағыдай төгіліп қалмасын деп мынаны қатты до конца жауып тексеріп алмасақ, Фатиха төгіліп алады. Еще осы печеньканы салып беремін екеуіне. Осы печеньканы салғасын. Қазір суын печенькасын апарып берейін. Қыздар сабаққа дайын, үй реттелді. Сулар салынды, аяқ киімдері алынды, жейтіні салынды. Так, қыздар дайын. Мен енді өзім дайындалайын. Сондықтан мен осы жерде видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмегендеріңіз болса тіркеліңіздер, лайкты басыңыздар, комментарийді жазыңыздар. Достар, всем пока!